Бүгін біз ғылымның ең терең жұмбағы кванттық гравитация жайлы айтамыз. Бұл Эйнштейннің гравитациясы мен кванттық физиканы біріктіруге талпыныс. Қазіргі физикада кванттық заңдар микро дүниеде, ал гравитация макро дүниеде жұмыс істейді. Бірақ қара құрдым мен үлкен жарылыс кезінде екеуі соқтығысады, сондықтан жаңа теория қажет. Соңғы зерттеулерге сәйкес гравитацияның өзі ақпараттан туындауы мүмкін. Кванттық байланыс пен энтропия кеңістік уақыттың құрылымын қалыптастырады деген жаңа идея бар. MIT және Aalto университеттерінің ғалымдары қазір кванттық гравитацияны лабораторияда сынау тәсілдерін дамытып жатыр. Ұсақ кванттық денелер арқылы гравитацияның әсерін өлшеу мүмкіндігі туды. Ал қара құрдымдарға жаңа кванттық түзетулер енгізу олардың ішінде не барын түсінуге көмектесіп жатыр. Кей ғалымдар бұл бәрін түсіндіретін теорияға алғашқы қадам дейді. Кванттық гравитация ғаламның ең кішкентай және ең үлкен құпияларын біріктіретін көпір.